қалайсыңдар? Жағдайларың қалай? Сендер ертең тыңдағанды жақсы көресіңдер ма? Онда мен сендерге орыс халқының бауырсақ деген ертегісін айтып беремін. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал кемпірі бір күні шалына айтты: кемпірім бауырсақ пісірші депті. Ұн жоқ қой депті. Сосын шал кемпіріне ұнды мүшекке қағып бүйтіп бір табағын шығарып береді де, сосын кемпір оны илейді. Сонымен майға бауырсақ пісіреді. Оны бүйтіп терезенің алдына қойып қояды. Сөйтсе бауырсақ секіріп кетеді да орманға қашып кетеді. Сен орманда бауырсақ келе жатады, алдынан қояды: бауырсақ, мен сені жеймін. Сен бауырсақ айтып: жемеш, мен саған өлең айтып берейін деп. Сен бауырсақ мені мүшектен қағып, оны иледі, сосын мені майға пісірді. Мен терезенің алдына қойып қойғанда мен қашып кеттім депті. Сен сөйтеді, қоян қарап тұрған бауырсақ тағы қашып кетеді. Келе жатады, алдынан аю шығады. Аю айтады: аю бауырсақ айтады: бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеш, мен саған өлең айтып берейін деп. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен қояннан қаштым деп аюдан қашып кетеді. Алдынан бауырсақ келе жатады, алдынан қасқыр шығады. Сөйтеді, қасқыр: бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бауырсақ айтады: жемеш, мен саған өлең айтып берейін депті. Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен аюдан қаштым, мен сенен де қашып кетейін деп бауырсақ тағы да қашып кетеді. Келе жатады. Сенген бауырсақ алдынан не шығады? Түлкі шығады. Түлкі айтады: бауырсақ, мен сені жемеш деп. Мен саған өлең айтып берейін. Сенген бауырсақ айтады екен: мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен аюдан қаштым деп түлкіде қашайын. Мен естіген жоқ. Мен тұмсығымның ұшына келіп айтшы дейді. Сосын бауырсақ тұмсығының ұшына келеді де айтады: мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен аюдан қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым деп айта бергенде түлкі оны бауырсақты жеп қояды. Сөйтіп бауырсақты кім жейді? Түлкі жеп қояды. Сөйтіп бауырсақты түлкі жеп қойып, сонымен ертегі аяқталды. Енді бұл бауырсақ ертегісін мен сендерді апайларыма беремін, сендер апайларың сендерге күнде оқып беретін болады.